Блефуску патшалығы Лилипутияның солтүстік-шығыс жағындағы аралда орналасқан. Екі мемлекеттің арасын аумағы 800 ярд бұғаз бөліп тұрады. Ол аралды мен әлі көрмеген едім. Дұшпанның істеп жатқан әрекеттерін естіген соң, жау кемелерінің көзіне түспеу үшін теңіздің жау жақ жағасына көрінбеуге тырыстым. Өйткені менің лилипуттар арасына келгендігімнен блефускандықтар хабарсыз болатын. Соғыс жарияланған күннен бастап, екі мемлекеттің арасындағы қарым-қатынас пышақ кескендей үзіліп, қатынасушылар өлім жазасына ілінетін болды. Оның үстіне біздің патша бүкіл кемелердің Лилипутия гаванынан шығуына тыйым салыпты. Барлаушылар Блефуску флотының қай күні жел ықтан соқса, сол күні зәкір көтеруге дайын тұрғанын хабарлады. Блефуску флотын басып алуға жасаған хабарымды патшаға мәлімдедім де, осы ойымды орындауға кірістім. Ең алдымен нағыз тәжірибелі деген теңізшілерден бұғаздың тереңдігін сұрадым. Олар су тасығанның өзінде бұғаздың орта жерінің тереңдігі 7 глюмблевтен Еуропа футы мен 6 фут шамасы аспайтынын, басқа тұстары 5 глюмблев келетінін айтты. Одан соң бұғаздың солтүстік-шығыс жақ жағалауына Блефуску аралы көрінерлік шамаға барып бір төбешіктің тасасына жаттым да, дүрбімді жаудың тұрған флотына туралап едім. 50 соғыс кемесімен толып жатқан жүк кемелері көрінді. Үйге қайтып бірнеше жуан арқан мен жеткілікті мөлшерде жуан сым темірлер таптырып алдым. Олардың ең жуан деп әкелген арқандары біздің кендір жіптей. Ең жуан сым темірлері Еуропа әйелдерінің шұлық тоқитын инесіндей еді. Арқандарды 3-3-тен қабаттап естім. Сым темірлерді де 3-3-тен қабаттап бұрап, бастарын қармақ сияқты етіп иіп, 50 арқанның ұшына 50 қармақ байладым да, арқалап алып солтүстік-шығыс жағалауға қайта келдім. Башмағым мен шұлғауымды және шекпенімді тастап, былғары тужуркаммен теңіз тасуынан жарты сағат бұрын арқандарымды арқалап суға түстім. Жалдап жүріп бір сыпыра жерге барған соң, су тереңдей берді. Бара-бара малтуға тура келді. 30 ярд шамасы малтып, тағы да жалдап жүріп кеттім. Сөйтіп жарты сағатқа жетпей-ақ жау флотына жеттім. Флоттағы жау әскерлері мені көрген соң естері шығып суға тырбындай секіріп, жағаға қарай малти жөнелді. Олардың жағалауда 30 мыңға тарта әскерлері тұр екен. Осы арада мен арқанға байлаған ырғақтарды кемелердің тұмсығынан іліп алып, барлық арқанның ұшын бір жерге қосып түйдім. Мен осы жұмыстарды істеп жүргенімде жағада тұрған жау әскерлері маған қарай садақ оғын бората берді. Оқтың көбі қолым мен бетіме қадалып, денемнің шаншып ауырғаны бірсыпыра жұмысыма кедергі жасады. Мен көбінесе көзімнен қорықтым. Егерде сол сағатта қорғанудың шарасы есіме түспегенде, көзімнен айырылуым ғажап емес еді. Тінту жүргізілген уақытта жасырып қалдырған өзіме керекті ұсақ түйектің арасында көзәйнегімде бар еді. Ол қалтаны патша тыңшыларынан жасырып қалғандығымды жоғарыда айтып өттім. Көз әйнегімді киіп, желкемнен тартып байладым да, жауып тұрған садақ оғына қарамастан өз жұмысымды істей бердім. Садақ оғы көзәйнектің әйнегіне тигенімен зақым ете алмады. Арқанның ұшындағы ырғақтарды кемелерге тегіс іліп алып болған соң, барлық арқандарды қосып түйген түйіннен ұстап тартып едім. Кемелердің бірде-бірі орнынан қозғалмады. Оларды зәкір жіберетін емес. Енді жұмыстың өте қауіпті түрін атқаруым керек болды. Арқанды тастай беріп зәкір байлаған арқандарды пышақпен қия бастадым. Осы арада менің қолым мен бетіме небәрі 200-ден астам оқ қадалды. Зәкір арқандарын қиып болған соң ырғақ байлаған арқандарды түйіннен ұстап, кемелерді жайлап сүйреп жөнелдім. Мен әкеткен 50 кеме олардың соғыс кемелерінің ең ірісі еді. Менің не істегелі жүргенімнен алғашқыда титтей хабар болмаған блефускуандықтар қарсылық көрсете алмай қатты абыржыған еді. Олар менің зәкір арқандарын қиып жүргенімді жел мен толқынның ырқына жібергелі жүр, немесе бірін-біріне соғып қиратады деп ойлаған екен. Әңгіме өздерінің шамалауынша болмай, өзгеше болғанын, бүкіл флоттың менің сонымен ілесіп бара жатқанын көріп у-шу болды. Олардың оғы жетпестей жерге барып, бетім мен қолыма қадалған жебелерді суырып алып, жарасына май жақтым. Көз әйнегімді алып қалтама салдым. Ол жерде тасқынның қайтуын күтіп бір сағаттай аялдауыма тура келді. Су қайтысымен кемелерді сүйреп, жалдаған бетімде бұғаздың орта шенінен астым да аман-есен Лилипутияның мемлекеттік портына жеттім. Патшаның өзі және бүкіл сарай қауымы болып жиын құрып, осы ұлы жорықтың нәтижесін күтіп теңіз жағасында тұр екен. Олар алдымен жаңа туған ай сияқтанып, еліп келе жатқан кемелерді көріпті. Ол уақытта су қолтығымнан келгендіктен мен көрінбеппін. Мен бұғаздың орта шеніне жеткенде олардың қорқынышы ұлғая түсіпті. Ол уақытта су менің тамағымнан келген еді. Патша мені суға батып өліп,
жау шабуыл жасағалы келе жатыр екен деп үрейленіпті. Бірақ оның қорқынышы көп кешікпей бекерге шығыпты. Мен ілгері аттаған сайын суыта аяздап, бірден-бірге денем көріне беріпті. Ақыр аяғы дауыс жетерлік жерге келдім. Сол мезетте қолымдағы кемелерді қосақтаған арқанның түйінін жоғары көтеріп, «Лилипутияның құдіретті патшасы жасасын!» деп айқайладым. Мен жағаға шыққан соң ұлы патша алуан түрлі мақтау сөздерді жаңбырша жаудырып, сол жерде-ақ мемлекеттегі ең жоғары ардақ деген атақ берді. Патшалардың атақ құмарларында нысап болған ба? Дұшпанның гаванында қалған теңіз күштердің де жиын теріп, өз гаванына алдырғысы келді. Шамасы оның ендігі арман ететін нәрсесі бүкіл Блефуску 111 шалығын жаулап алып, өзінің отарына айналдыру. Ол елді өзінің вице-королі арқылы басқарып, өз әмірін жүргізу, және ондағы қашып жүрген домалақ бастарды қырғынға ұшыратып, бүкіл Блефускуандықтарды жұмыртқаның сүйір басынан жаруға мәжбүр ету. Сөйтіп бүкіл әлемге әмірін жүргізу болса керек. Мен патшаны бұл ниеттен қалай да айнытуға тырыстым. Оның бұл ниетінің саяси жағынан да, әділеттік жағынан да дұрыстыққа жатпайтын ниет екендігіне толып жатқан мысалдар келтірдім. Сөзімді қорыта келіп, еркін өмір сүрген әр халықты құлдыққа айналдыратын құрал болуға аяғымды аттап баспайтындығымды айттым. Бұл мәселе мемлекеттік кеңес мәжілісінде қаралған уақытта нағыз данышпан министрлер мен жаққа шығыпты. Менің ашық айтқан батыл сөздерім патшаның саяси жоспарына қайшы келгендігі сонша, қайтып оның маған көңілі жібуден қалған еді. Анық ақылды деген адамдар өздерінің менімен ниеттес екендігін ашып айтпаса да, астыртып сездіріп, ал қайсы бір жасырын жауларымның жанамалап, іштен салған сөздерден іркілмеген осынау кеңес үстінде патшаға өз ойларын асқан айлакерлікпен, ерінің емеурінімен танытыпты. Бұл әңгіменің бәрін мен кейінірек естідім. Сол уақыттан бастап патшаның өзі де, пышағын іштен буынып жүрген министрлер де маған дұшпандық әрекеттерін улете бастады. Соның әлегінен арада 2 ай мезгіл өтпей жатып, мерт болудан азақ аман қалдым. Сөйтіп егерде таразы табағының бір басына патшалардың бақ құмар ындынын әлпештеуден бас тартқан байлауыңды қойып, екінші басына оларға істеген қыруар еңбегіңді сыналап салған мен таразыны ауытқуға дәрменің келмейді екен. Жоғарыда айтылған ұлы жеңістен кейін арада 3 апта уақыт өткен соң, бітім сұрап Блефуску патшасының салтанатты елшілері келді. Кешікпей-ақ біздің патшаға өте тиімді бітім шартына қол қойылды. Елшілік қасына ерік білген 500-дей нөкері бар 6 адамнан құралған еді. Елшіліктің сән салтанаты патшалыққа лайық және шешілетін мәселенің маңызына сәйкес екендігі көрініп тұрды. 2 арада басталған келіссөз аяқталуға жақындады. Сол уақытта өзімнің сарайда жүрген ықпалымның арқасында бітім шарты жөнінде елшілікке бірсыпыра пайдам тиді. Олар менің ерлігім мен адал ниетті адам екенімді айтып, өз патшасының атынан мені қонаққа шақырды. Елшіліктің тілегін қанағаттандырып, өз отаныма қайтар алдында Блефуску патшалығына барып, ұлы мәртебелі тақсырмен сәлемдесіп, қайтуға уәде еттім. Осы сөзімді патшаға айнытпай жеткізулерін өтіндім. Мен Блефуску патшасына жүруге дайындалып жатыр едім. Күн батып ымырт жамыла берген кезде, жабық зембілге отырып жасырын түрде сарай адамдарының біреуі келді. Ол адам аты жөнін айтпай өзін қабылдауымды өтінді. Бұл бір уақытта патшаға жазықты болып өзімнің қорғап қалған адамым екен. Зембілді ішіндегі төресі мен шапанымның қалтасына салып үйге кірдім. Өзімнің сенімді қызметкерлерімнің біріне мені сұраған адам болса сырқаттанып жатыр дерсің, дедім де есікті жауып зембілді столға қойып орындыққа отырдым. Біз екеуміз амандасып отырғанымызда оның бет ажарынан абыржығандық белгісі байқалды. Оның мәнісін түсіндіруді өтіндім. Ол өзінің айтқалы тұрған сөзін зейін қойып тыңдауымды сұрады. Менің сізге айтайын дегенім деп бастады ол сөзін. Соңғы уақыттарда ерекше комитеттің бірнеше рет құпия жиналысы болып, онда сіздің мәселеңіз қаралды. Бұдан 2 күн бұрын ұлы мәртебелі тақсыр тұжырымды тоқтам қабылдады. Қызу айтыстың үстінде сізге шын досым деп жүрген құпия істердің бас секретары Рельдресель бұл жөнінде өз пікірін білдіру үшін ұлы мәртебелі тақсырдан рұқсат алды. Әділетін айту керек. Ол сіздің адал пікіріңізді ақтады. Ол сіздің қылмысыңызды ауыр деген пікірге қосылды. Бірақ әділдік көзбен қаралса, ұлы мәртебелі тақсырда көркейтіп отырған оның орасан зор қызметін жасаған қылмыс шайып кете алмайды. Біздің арамыздағы достық қатынас жұрттың бәріне мәлім. Сондықтан ұлы мәртебелі адамдардың жиналысы менің пікірімді қалыстық емес, жақтаушылық деп тануы мүмкін. Дегенмен ұлы мәртебелі тақсырдың рұқсаты болғандықтан өз пікірімді шешіле айтуым керек, деді ол. Куимбус Флистриннің шын ниетімен еткен қызметін еске алып, оның өміріне аяушылық ету ұлы мәртебелі тақсырға өте ұнасымды болар еді. Егерде оның 2 көзін ағызып,
соқыр етумен қанағаттанса, бұл жаза әділдікке сай келер еді. Бұл шара бүкіл әлемді таңырқатумен қатар, ұлы мәртебелі патшаның әділдігін құрметтеп, оның кеңесшілерінің кек сақтамайтын адал ниетті екендігінің де айғағы болар еді, деді Рельдресел. Сіздің көзіңіздің ойылуы күш-қуатыңызға ешқандай кемшілік келтірмейді. Қайта, ұлы мәртебелі тақсырға пайдалырақ боласыз. Соқырлық қорқынышты жасырып, ерлікті асырады. Сіз жау флотын басып алуға барған уақытыңызда көбінесе көзіңізді қорғадыңыз. Көзден айырылу қаупі сізге үлкен кедергі болды. Сіздің көзіңіз жайында министрлер ойлағанда жоқ. Оларға мақсат орындалса болғаны. Ұлы патшалардың өздері де осыны мақұлдайды. Адмирал Балгалам опасызға тоқтаусыз өлім жазасы берілуі тиіс деді. Бірақ ұлы мәртебелі тақсыр сізге өлім жазасын беруге мейлінше қарсы болды. Енді 3 күннен соң сіздің хатшы досыңыз мәртебелі тақсырдың әмірімен келіп, айыптау актының барлық тармақтарымен таныстырады. Ол ұлы мәртебелі тақсыр мен мемлекеттік кеңестің ізгілікке бейім және мейірбандығы мол екендігін, соның арқасында сізге тек болғаны көзіңізді оюға ғана үкім шығарылды деген жайларды түсіндіреді. Ұлы мәртебелі тақсыр бұл күнге сізді алғыс айтып риза болар деп сенеді. Бұл мәселені қалай шешуді сіздің өз билігіңізге беремін. Сөйтіп сырт елге сезік бермеу үшін жұрт көзінен жылыстап келген ізімше кері қайтуым керек. Соны айтып төре өз жөніне кетті де, естіген жаманат еңсемді басып, мен қайғы құшағында қала бердім. Көп ұзамай мен өзіміздің флот тұрған жағаға бардым да, бір үлкен соғыс кемесінің тұмсығына жіп тағып зәкірін көтердім. Шешініп жіберіп киімдерімді және өзіммен бірге ала барған көрпемді кемеге салдым да, жетелеп жүре бердім. Кейде жүзіп, кейде жалдап, Блефускудың мемлекеттік портына келдім. Онда халық жиналып мені көптен бері күтіп тұр екен. Маған Астанаға баратын жолды көрсету үшін қасыма 2 жолбасшы ерді. Ол екеуін қолыма алып жүріп қала қақпасына 100 сажын таяған соң, менің келгенімді мемлекеттік хатшының біреуіне білдіріңіздер. Қалаға кіру үшін ұлы мәртебелі тақсырдың рұқсатын күтіп тұрғанымды айтыңыздар деп әлгі 2 жолбасшыны қалаға жібердім. Арада 1 сағат уақыт өткеннен кейін ұлы мәртебелі тақсыр өзінің жанұясы мен жоғары орындағы сарай шенеуніктердің қасына ертіп, мені қарсы алуға келе жатыр деген хабар келген соң, ілгері жүріп қалаға 50 сажын жақындадым. Патшаның өзі де және ерік білген нөкерлер де анадайдан аттарынан түсті. Ханым мен сарай әйелдері кареталарынан шықты. Олардың пішінінен не үрейлену, не әбігерлену белгісін сезе алмадым. Мен жерге жатып, патша мен ханымның қолдарын сүйдім. Блефускуге келген 3 күннен кейін аралдың солтүстік шығыс жағалауын көргелі келе жатыр едім. Жағалаудан теңіз бетінде төңкерілген қайық ұқсас бір нәрсе көрінді. Башмағым мен шұлығымды шешіп тастап, қарайған затқа қарай жүрдім. Су тасқыны әлгі затты айдап маған жақындата түсті. Осы арада ол заттың анық қайық екенін аңғардым. Шамасы бір кемеден дауыл айдап әкетсе керек. Мен сол сағатта қалаға кетіп, ұлы мәртебелі тақсырдың қалған флоттарынан 20 ірі кеме және вице-адмирал бастаған 3000 матрос беруін өтіндім. Корабльдер аралда айналып кетті. Мен төтелей жүріп, қайық көрген жерге келсем, қайық манағыдан да гөрі жақындап қалған екен. Арқандарды қабаттап ескен болатынмын. Кемелер келісімен шешініп тастап суға түстім. Жалдап жүріп қайыққа 100 ярд жер қалғанда малтуға тура келді. Кемедегі теңізшілер маған арқан тастады. Мен арқанның ұшын қайықтың тұмсығындағы тесіктен өткізіп байладым. Екінші ұшы кеменің формасына байланған еді. Табанымды жерге тіре алмаған соң, біздің бұл әрекетімізден ешқандай нәтиже шықпады. Қайықтың артқы жағына барып бір қолыммен малтып, бір қолыммен ілгері демей бердім. Арқандарды алып қайықты 9 кемеге тіркедім. Өзім 10-шы болып қайықты артынан демедім. Желде ыңғайымыздан тұрған еді. Өйстіп отырып 40 ярд жағаға жақындадық. Тасқын кері серпілгенде қайық қайырылып жағада қалды. 2000 адам жабылып шығырмен тартып қайықты аударды. Қарасам бүлінген жері жоқтың қасы екен. Бұл қайық менің өз отаныма жетуім үшін ғайыптың маған арнап жіберген бақыты, дедім мен патшаға. Кемені жабдықтау үшін керекті материалдар беріп, ұлы мәртебелі тақсырдан жәрдем етуін, сонымен қатар ол елден кетуіме рұқсат етуін өтіндім. Ол мені өз елінде қалдырғысы келіп бір сыпыра ақыл айтқанымен ақырында ризалығын білдірді. Менің бір таңданған нәрсем, осы уақытқа шейін Блефуску сарайына біздің патша да мен туралы ешқандай сұрау салмады. Мұның мәнісіне кейінірек түсіндім. Лилипутия патшасы өзінің мен туралы жасап жүрген әрекетінен мені мүлде хабарсыз деп түсініпті. Менің Блефускуға баруымда әншейін өзінің сәлемдесемін деген уәдесін орындағалы кетті. Бірнеше күн қонақ болған соң қайтып келеді деп ойлаған екен.
Бірақ менің кешігуім патшаны абыржыта бастапты. Ақырында ол екі мемлекеттің арасында бейбітшілік пен достықты сақтау үшін өзіңіздің әріптесіңіз, біздің ұлы мәртебелі тақсырымыз, әділетті берілген жазаны жүзеге асыру үшін қиянатшыл опасызды қолы аяғын байлап, Лилипутияға жөнелтуге әмір береді деп сенеді, деді елші. Ұдайы 3 күн ойланып толғанғаннан кейін Блефуску патшасы өте сыпайылықпен кешірім сұрап, Лилипутия патшасына жауап қайырды. Көп кешікпей, екі мемлекетте кеудесін керіп демалар, өйткені алып адам теңізде жүзу үшін өзіне лайық керемет кеме тауып алды. Ол кемені жабдықтауға көмектесу үшін қоластымдағы халыққа әмір бердім. Бірнеше жұмадан соң екі мемлекеттің екеуі де масыл жүктен арылса керек, деп хатты аяқтады Блефуску патшасы. Бұл жағдайдың нәтижесінде ол елден өзім мөлшерлеген уақыттан бұрынырақ кетуіме мүмкіндік болды. Елінен тезірек кеткенімді тәуір көріп, сарай адамдары мейлінше жәрдем етті. Менің нұсқауыммен 500 адам жабылып, ең қалың маталардың 13 тобын қабаттап сырып, 2 желкен жасады. Олардың ең жуан арқандарының 10-ын, 20-сын, 30-ын қабаттап есіп, керекті арқандарды өзім дайындап алдым. Зәкірге жарарлық тасты ұзақ уақыт іздеп әрең таптым. Қайықты және жабдықтарды майлау үшін 300 сиырдың майын берді. Ең биік деген құрылыс ағаштарының бірнешеуін кесіп алып, желкен көтеретін діңгек және ескек жасадым. Кеме құрылысындағы ағаш ұсталары менің жоба мүсінін келтірген ағаштарымды жонып көп жәрдем етті. Бір ай ішінде қайықты оңдау ісін аяқтап, сапарға шығуыма ұлы мәртебелі тақсырдан рұқсат алып, ақырғы рет жүз көрісіп, қоштасу үшін Астанаға келдім. Патша қасына өзінің жанұясын ертіп сарайдан шықты. Мен жерге жатып, оның құрметпен созған қолынан сүйдім. Одан соң отбасы мүшелерінің қолдарынан сүйдім. Маған жол азыққа деп берген 100 өгіз еті мен 300 қой етін, жетерлік мөлшерде нан мен ішімдігін және 400 аспаздың майға қуырған қуырдағын қайыққа тиедім. Мұның үстіне тірілей 6 сиыр, 2 бұқа, 2 қошқар мен 6 қой алдым. Ол малдарға жол азыққа деп бір арқа пішен мен бір қап жем салдым. Ондағы мақсатым осы малдарды тірілей өз еліме апарып өсіру еді. Жол жабдығын әбден дайындап болған соң, 1701 жылдың 24 қыркүйегі күні ертеңгі сағат 6-да желкен көтеріп сапарға шықтым. Оңтүстік шығыстан соққан желді пайдаланып солтүстікке қарай бет алдым. Бұл күні айтарлықтай еш нәрсе кездеспеді. Келесі күні түстен кейін сағат 3-тің шамасында оңтүстік шығысқа қарай бет алып келе жатқан кеме желкені көрінді. Мен де шығысқа қарай жүзіп келе жатыр едім. Корабльдегілерге дауыстасам, олардан ешқандай жауап қайтпады. Осы арада жел де бәсеңдей түсті. Енді кемені қуып жететініме көзім жетті. Желкенді барынша желге кернетіп, жарты лек жүргеннен кейін кемедегілер мені көріп, жалау көтерді де зеңбірек атты. Сол арада кеме де жүрісін бәсеңдете түсті. 26 қыркүйек күні кешкі сағат 6-ның шамасында корабльге іліндім. Кеме діңгегінде көтерулі ағылшын туын көргенімде қуанғаным сонша, тіпті жүрегім жарылып кете жаздады. Сиырлар мен қойларымды қалтама салып, өзімнің азын-аулақ жүктерімді ала кемеге көтерілдім. Бұл Жапониядан қайтып келе жатқан ағылшын саудагерлерінің кемесі екен. Кеме капитаны Деффорттық Джон Бидл деген мырза аса қайырымды және көпті көрген тәжірибелі теңізші еді. Капитан мені құрметтеп қабылдады және менің қайда келе жатқанымды, қайда баратынымды сұрады. Капитанға өз басымнан кешкен уақиғаларды айтып өттім. Бірақ ол мені ауыр жағдайға ұшыраудың салдарынан ақылынан алжасып, сандырақтап отырау деп шамалады. Оның ойына түсіне қойдым да, қалтамдағы сиырлар мен қойларды шығарып көрсеттім. Капитан ол малдарды көріп қатты қайран қалды. Менің Англияға қайту сапарым өте сәтті болды. 1702 жылдың 13 сәуірі күні Даунске жеттік. Оған шейін кеме үстінде жалғыз-ақ үлкен шығынға ұшырадым. Кеме егеу құйрығы бір қойымды жеп кетті. Кеме қуысынан оның саудыраған сүйектерін ғана тауып алдым. Басқа малдарды Гринвич портында аман-есен жағаға шығарып, бой жаздыру үшін жайылымға жібердім. Англияға келген соң ол малдарды атақты адамдарға және жай халықтарға көрсетіп, аз уақыттың ішінде көп ақша жинап алдым. Үйге қайтқан соң бала-шағамның жанында болғаны 2 ай тұрдым. Өйткені шет елдерді аралап көруге ынтызар болған нысапсыз тілегім тыным таптырып үйде отырғызбады. Бала-шаға үй ішімен жыласып, сықтасып, қош айтысып, Сюратқа баратын Adventure атты 300 тонна жүк көтеретін сауда кемесіне мініп жолға шықтым. Кеме капитаны ливерпульдік Джон Пикалес деген кісі еді. Бұл сапардағы әңгімені кітаптың 2 бөлімі етіп жазуға ұйғардым. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алдағы видеоларда кездескенше.